Ринат Женебеков. Все мы знаем, мы по праву гордимся своими великими акынами, поэтами, сказителями. У нас их немало, и мы должны всегда помнить, почитать, знать, любить и уважать. Вот. Чего стоят хотя бы слова Шалки Исменшулы? Қараңғыда тұрған едім таңдыр деп, таң шолпанғанен қарадым айдыр деп, ту биіп екқан едім тайдыр деп, бал аяқтан ішкен едім шайдыр деп, мырза қызын алған едім байдыр деп, ноғайма ер шығардым байдыр деп. Следующая песня во многом отражает творчество этого великого поэта-сказителя Шалки Исменшулы. Она называется «Не болды». Барымызды біз білеміз оны под названием «Лашын құс игілус». Лашын құс, игі құс, қанаты қысқа болса не болды, не болды ау. Қатар бұзып олайван, қас төңтеріп алған соң, қарқырасы күшкей болса не болды, не болды ау. Қатар бұзып олайван, қу төңтеріп алған соң, атадан нұрлы ер егіт ярлы болса не болды. Етпей оқламан, басымды менің қорласа, көп туғаным yoqlaman, yoqlaman. Yamanlarдан кем көрсе, yaxшылардан кем көрсе, аяғымнан басына алтын құйса тоқтаман. Игі құс, қанаты қысқа болса не болды, не болды ау. Қатар бұзып олайван, қас төңтеріп алған соң, қарқырасы күшкей болса не болды. Қатар бұзып олайван, қу төңтеріп алған соң, ұлы ер егіт ярлы болса не болды. Sağ olun.